Саламатсыздар ма, 4-ші сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымыз әдебиеттік оқу. Сабағымыздың тақырыбы күміс қанат ұшақтар. Сабағымыздың мақсаты түрлі дерек көздерден қажетті ақпаратты табу, өңдеу және тұжырым жасау. Себеп салдарлық байланыс сызба түрінде көрсету. Кейіпкерлердің іс-әрекетін, мінез-құлқының өзгеруі себептерін мәтіннен тауып, салыстырып бағалау. Ұшақтың қандай түрлерін білесіңдер? Сәлем достар, ең үлкен ұшақ ұғымын бірнеше критериялары бойынша анықтауға болады. Ең көп таралғаны ұшақтың ұзындығы, қанатының ұзындығы, қанат ауданы, жолаушылар саны, максималды ұшу салмағы және тағы басқалары. Біз бүгін әлемде құрастырылған ең үлкен ұшақтармен таныстырамыз. Әлемде бір ғана Ан-225 ұшағы бар. Оның екінші аты Мрия. 80-ші жылдары ол Украинада әуе тасымалы үшін құрылды және жүк ұшағы болып табылады. Оның ең жоғары ұшу салмағы 640 тонна. Мрияның өлшемдері де таң қалдырады. Биіктігі 24 метр, 10 сантиметр және ұзындығы 84 метр. Қанаттары 88,5 метрге жуық. Ан-225 алғашқы рет 1988 жылы желтоқсанда ұшты. Бастапқыда оны Боран ғарыш кемесін тасымалдау үшін жасаған. Бірақ КСРО ыдырағаннан кейін оған деген қажеттілік болмады. 2000 жылдардың басында бірнеше украиндық кәсіпорындардың мүмкіндіктерін біріктіре отырып, Мрия қалпына келтірілді. Жалғыз Ан-225-ті қазіргі таңда Украина коммерциялық мақсатта пайдаланады. Бұл бүгінгі таңда ең үлкен қанатты ұшақ болып табылады. Ол 1947 жылы ағаштан салынған. Кем дегенде 750 әскери қызметшіні алып жүре алады деп болжады. Бірақ бұл ұшақ 1947 жылы бір рет қана әуеге көтерілді. Қазіргі таңда ол Орегон штатындағы мұражайда сақталған, ал қанатының ұзындығы бойынша рекордты әлі күнге дейін ұстап тұр. Жолаушылар ұшағы арасында көшбасшы болып Airbus A380 әуе кемесі табылады. Бұл ұшақтағы жолаушылар екі палубада орналасқан. Өзінің алғашқы рейсін 2007 жылы жасаған. Оны авиакомпаниялар белсенді қолданады. Қазіргі уақытта әлемдегі ең үлкен әскери ұшақ. Әскери техниканы да, жеке құрамды да тасымалдауға арналған. Алғашқы рет 1982 жылы ұшты. Қазір ол Ресейде, Украинада азаматтық мақсаттар үшін де қолданады. Мысалы, стандартты емес және ірі жүктерді тасымалдау үшін. Бұл ұшақпен 2011 жылы Канададан Ирландияға салмағы 109 тонна локомотивті тасымалдады. Boeing 747 әуе кемесі Airbus A380 жасап шығарғанға дейін ең үлкен жолаушылар тасымалдайтын ұшақ болды. Бірақ 747 8 модификациясы әлемдегі ең ұзын жолаушылар ұшағы деген атаққа ие. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар. Әрмен қарай оқушылар, оқулығымыздағы 23-24 бетті ашып, сынақшы ғарышкер мәтінін мұқият оқимыз. Мәтіндегі қапыда, кенеттен, күтпеген жерден, аяқ астынан деген мағынаны береді екен. Мәртебесі, беделі, абыройы. Әрмен қарай оқушылар,
бірінші бөлімдегі, яғни кестенің бірінші бөлімдегі сөздермен екінші бөлімдегі сөздерді сәйкестендіреміз. Мысалға, ақау, кінәрат, кемшілік, сынақ деген мағынаны береді екен. Әрмен қарай өзіміз жалғастырамыз. Үйге тапсырма. Мәтінді түсініп оқу, мазмұндау. Қиындықты шешу үшін адамға қандай қасиет керек деп ойлайсыздар? Тоқтар Әубәкіров туралы дерек көздерді жинастыр. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.